Жақсы, онда мен қазір нені ашайын? Экранды бөлсейін. Так, бізде бірінші жұмыстың тапсырмаларын жасап алайық. Сұрақтар болса сол жерде қоюға болады. Одан кейін екінші темаға көшеміз. Екінші тема бізде шартты оператор, тармақталған алгоритмдер. Так, бірінші тапсырма менде lesson 1-де тұғын. Давайте open. Так, 1-де-1 IPN-ді ашайық. Так, тапсырма 1-ден бастап. Так, тапсырма 1-ден бастап көрейік, я? Вроде тапсырма 1 жеңіл, сонда да. Яғни өз есімдерін шығарыңдар. Print түсінікті. Надеюсь, сразу шығар. Так, екінші, бұны да орындап тастағым. Екі принтті қолдану арқылы екі сөзді шығару керек. Но егер сіздерде сұрақ болып жатса, сразу қойсаңыздар болады. Так, үшінші тапсырма бізде не еді? Так, үшінші тапсырма бізде мына жерде көп нүктенің орнына айнымалылар қою керек болатын. И сосын программаны қосу керек болатын. Job. Екі айнымалын пайдаландық. Бізде мынау сөз шықты. Так, төртінші тапсырма. Айнымалы берілген, мәні 10-ға тең. Осы айнымалының мәнін бір санға арттырып, экранға шығару керек. Яғни бізге мынау өрнекті қолдану керек болатын. Түсінікті ғой, Давайте, он жылжи берейік. Сұрақтарым болса, сразу тоқтатыңдар, потому что мен... Так, 5-ші тапсырма. Так, бұл жерде қараңыздар, екеуі де бізде string объектілер, жолдық объектілер. Не істеуіміз керек? Екеуін біріктіруіміз керек. Last name, и біз экранға full name'ді шығару керек. Full name. И Самал Абай болып шықты. Екеуі бірігіп шықты, Самал Абай. Егер арасына пробел қойларыңыз келсе, бұлай қоюға болады. Самал Абай. Так, 5-ші тапсырма кетті. Так, 6-ші тапсырма. Енді мына жерде әртүрлі типтегі мәндерді біріктіру керек болып тұр. Студент, мысалы, бәрін біріктіру керек. Мысалы, студент first name, last name, age, плюс жаста деп біріктіргім келіп тұр мен. Бірақ қазір мына жерде проблема шығады. Себебі мен әртүрлі типтегі амалдарды қолданып тұрмын. Себебі мынау бізде string объект, last name бізде string object, age бізде integer object. Мәселе, әртүрлі типтегі мәліметтер біріктіргеніңізде проблема шығады. Осы есте болсын. Сол үшін біз түрлендіру керекпіз. Бұл жерде age-ді не істеуге болады? String объектіге, string мәнге түрлендіруге болады. Сол үшін біз мына жерде int деген функцияны, str деген функцияны қолдануға болады. Самал Абай 15 жаста деп тұр. Арасына пробел қойларымыз келсе, бос символды не істеуге болады? Қосуға болады. Самал Абай 15 жаста. Барлықтарында шықты ғой деймін, шықты ма, шықпады ма? Түсінікті, жақсы. Данияр, сенде түсінікті ма? Түсінікті. Давайте онда. Так, мына жерде сол проблема. Бізде енді керісінше жасауымыз керек. Number 1, number 2, number 3, үш айнымал берілген. Біреуінде сандық мән берілген, біреуінде жолдық мән, біреуінде сандық мән. И тағы қосатын болсақ проблема шығады. Тағы да сол проблема type error.
яғни мәндердің типінде болып жатыр ошибка. И примерно қай жерде болып жатқанын көрсетіп тұр. Негізі ошибканы оқып үйреніңдер, иә? Type error деген таныстық біз, name error, syntax error үшеуімен таныстық. Мына жерде type error, значит, типіне қатысты бір нәрсе проблема болып жатыр деген сөз. Сразу нағылыңдар, ойлаңдар. Одан кейін қай жерде болып жатыр? Так, мына бір өрнекте болып жатыр. Аха, именно қандай проблема? Проблема unsupported operand type, яғни операндтыға белгілі бір операция қолдамай тұр. Мәселе int пен str'де болып тұр екен дейді. Сразу не істеуіміз керек? Давайте мына жерде не істеу болады? Біздің ойымызда арифметикалық сумасын табу керек болып тұр. Демек, интеджерге айналдыруымыз керек. Сум 40. Сол кезде шығады проблема. Кейбір программалау тілдерде, особенно JavaScript-та, тағы басқаларда әртүрлі мәндегі өрнектерді араластырып жаза беруге болады. Егер олар автоматты түрде түрлендіре алуы мүмкін, яғни неявное преобразование дейді, яғни анық емес бір жасырын түрде түрлендіріп тұру мүмкін. Pythonда ондай емес. Pythonда барлығын ашық көрсету керек. Яғни ешқандай магия болмау керек. Жасырын бір нәрсе орындалмау керек. Сол үшін Pythonда қолмен өзің жасау керексің. Әдейі солай жасалған. Сондай идеологияда жұмыс жасайды. Так, вроде 7 тапсырма болды, мынау бірден. Қазір 1-2-ге көшеміз. Осы бөлікте бір сұрақтар бар ма? Бір нәрсе түсініксіздеу болып қалды ма? Немесе анық емес болып қалды ма? Қосымша сұрақтарыңыз бар ма? Түсінікті қарай. Асан, сенде қалай? Данияр? Ағай, өтір қай кезде қолданылады? Өтір ма? Өтір негізі Pythonда мынандай нәрсе бар. Tuple деген нәрсе бар, кортеж деп аталады. Яғни, мысалы, біз бірнеше мәндерді бір қатарынан жазатын болсақ, негізі өтірдің қазір 2 түрлі мағынасы бар. Біріншісі, өтір арқылы біз кортеж деген объект құра аламыз. Мысалы, давай былай істеймін қазір. Просто бір десем қазір, бізде сан құрылады. Мысалы, жай мен былай істейін. А тен 1. Қазір type-ті көрейікші. А. Integer, мен қазір бір өтір десем, және оның типін көрсем, міне tuple деген объект пайда болды. И Pythonда мысалы былай өтір қойып, бірнеше объектіні былай кете беретін болсақ, біздің объекттің типі tuple деген құрады. Бұл типі массив секілді. Массив емес, бірақ массивке ұқсайды. Массив секілді жұмыс жасайды. Біз оны 3-4 сабағымызда өтеміз. Массивке жақын объект. Өтір осы кезде қолданылады. Сосын өтірді, мысалы, функцияның ішінде бірнеше аргумент берсек, өтір қолданылады. Мысалы, қараңыздар. Допустим, print функциясы тұр міне. Біз мына жерге бірнеше аргумент бере аламыз. То есть, print функциясының құрылу анықтамасы сондай, бірнеше аргумент қабылдай алады. Мына төбеде көріп тұрсыздар, values деп жақсы, мынандай жұлдызша көріп тұр. Бұл мағынасы бірнеше аргументтер, шексіз аргументтер қабылдай береді деген сөз. Қабылдаған аргументтің бәрі как кортеж ретінде қабылдайды бұлар. То есть, мынау секілді міне, tuple секілді қабылдайды. Сол үшін мен любой шексіз қажет аргументтердің бәрін бере беремін. Және арасына не қоямын? Өтір қойып кете беруім керек. Өтір қойып кете беруім керек. Міне өтір осы кезде қолданылады. Сонда өтірдің мағынасына қараңыздар, tuple объектісін құру үшін қолданылады екен. Мысалы, біз integer объектісін құру үшін кәдімгі бүтін сан жазамыз, float объектісін құру үшін біз нүкте қолданамыз. Жолдық объектіні құру үшін біз мынандай апостроф немесе тырнақша қолданамыз. Tuple объектісін құру үшін, мысалы, list объектісін құру үшін мынандай квадратный скобка қолданамыз. Tuple объектісін қолдану үшін көбінесе жақша арқылы пайдаланады, негізгі несі ол өтір. Өтір арқылы жасалынады. Сондықтан өтір қарасаңыздар, бірінші мағынасы tuple объектісін құру үшін қолданылатын нәрсе. Екінші мағынасы
мына функцияға бірнеше аргумент беретін болсақ, өтірік қолданамыз. На самом деле функцияның анықтамасын көріп тұрсыздар, мысалы printtің. Values, мынандай жұлдызша қойып тұр да, бұның мағынасы бірнеше аргумент қабылдай алады деген сөз. И бұл қабылдаған аргументтің бәрі как tuple секілді жүреді дейді. Tuple немесе list секілді болып жүреді. Иә. Получается, өтір деген нәрсе сонда tuple деген объектімен тығыз байланысты нәрсе екен. Оны кейін сабақта өтеміз. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Ағай, мынау спам және пам деген нелер тұр ғой. Иә. Сол ортасында өтірдің орнына плюс қойсақ қалай болады? Болады. Мына жерде қара, өтір қойсақ, мынау уже как өрнек секілді болады, выражение. Иә, мынау өрнек. Потому что плюс уже амал ол, операция какой-то. Иә, бұл жерде екеуі де бізде string объект болғандықтан, бұл жердегі плюс амалы concatenation екеуін біріктіретін амал болып кетеді да, операция. Демек, бұл өзі өрнек. Ал өрнек не істеледі? Есептеледі және ықшамдалады. Мынау қазір не істейді? Екеуі ықшамдалады, екеуі бірігеді. Сосын бар printке жіберіледі. Қазір мысалы print функциясы іске қосылады ғой. Сол кезде аргументтердің бәрін алдымен не істейді? Print функциясын жібереді. Мына жерге келген кезде print функциясын дайындап жатыр ғой. Алдымен осының бәрін екеуін қосып біріктіріп алады, сосын бар printқа жібереді. То есть ол printқа бармай тұрып уже не аяқ кетеді? Қосылып кетеді екеуі. Міне спам-пам болып кетті. Сондықтан мен сіздерге өткен сабақтың негізгі түсінігі айнымалы және өрнек деген болатын. Екеуі өте жиі қолданылатын нәрсе. Өрнек кез келген операция қолданатын нәрседе өрнек деп атайды. Өрнек барлық уақытта есептеледі. Ол бір нәрсеге алмастырылады. Мысалы, мен қазір бір айнымалы құрайын да. А тең 12, потом А плюс 5 десем, на самом деле бұл да өрнек болып тұр. Б тең десем. Мына жерде өрнек не істейді? Есептеледі. Айнымалының өзі негізі на самом деле өрнек болып саналады. Просто ол частный случай. Бір ерекше жағдайы. Яғни ешқандай операция қолданбай тұрған нәрсе. Өрнек постоянно есептеледі. Сол үшін аның өзі кездескен кезде не істейді? Есептеледі, оның орнына 12 қойылады. Арғарап 12 плюс 5 есептеліп 17 қойылады. Потом 17 не істейді? Б-ға меншіктейді. Функцияны қолданған кезде функцияны біз шақырады деп айттық қой. Функцияны шақыру деген сөз функцияның ішінде кодты орындау деп айтқанбыз. Мысалы, мен мынандай бір код жазып жатырмын. Мысалы 123 плюс, мысалы, допустим, 12. Int бұл жерде функция. Функция, значит, ол қосалқы программа деген сөз, мини программа. Оның белгілі бір коды бар. Библиотеканың ішінде коды бар. Int функциясы просто сол кодтың атауы. Ат берілген программа коды. Қазір мен int функциясы шақырған кезде, ол не істейді? Бұны аргументті алады да, функция өзінің жұмысын бастайды, сол аргументті өзінің ішінде кодқа пайдаланады ол. Пайдаланып есептеп өзінің іс-әрекетін жасайды да, нәтижесінде ол функция белгілі бір ақпарат қайтарады. Любая функция қайтарады питонда. Бір функциялар бір нақты мән қайтару мүмкін, ал бір функциялар none деген объект қайтару мүмкін. Мысалы, print функциясы none деген объект қайтарады. Қазір тексеріп көреміз. Int функциясы 123-ті санға айналдырады да, сол санды қайтарып береді. Енді функцияның ерекшелігі, қараңдар, шақырылған жерде мәнге алмасады. Получается, бұның өзі не болып тұр? Обычный өрнек болып тұр. Соны функция есептеледі, функция не істейді? Мына жерде 123 деген санға ауысады. Арап 123 пен 12 қосылып 135-ке ауысады. Арап 135 Б-ға меншіктеледі. Қараңыздар, любая функция не істейді? None қайтарады деп айттым. Так, мысалы, print функциясын көрейік. Допустим, тест деген сөз шығарсын. Давайте осы тест деген функцияның қайтарған ақпаратын біз A деген айнымалыға сақтап қойайық. Қараңыздар, A деген. Енді A-ның мәнін тексеріп көрейік. A-да не бар екен? Ешнәрсе жоқ, вроде экранға ешнәрсе шығарып отқан жоқ.
На самом деле аның ішінде типін тексеретін болсақ, non-type деген, яғни non деген мән бар. Non-type деген бар. Non деген сөз ешнәрсе емес деген, бос деген мағынаны береді. Яғни на самом деле оның өзі тип болып тұр да. То есть бос емес деген нәрсенің өзі міне non деген, аның ішінде non деген мән бар екен. Көріп тұрсыздар ғой. Сондықтан функцияда барлық функция не істейді? Белгілі бір ақпарат қайтарады жұмыс жасап болғаннан кейін. Кейбір функциялар мысалы сан қайтарады, біреулер жолдық мән қайтарады, біреулер кортеж қайтарады, біреу массив қайтарады. Кейбір функциялар non деген мән қайтарады. Ол да мән, non деген. Просто оның мағынасы ешқандай мәні жоқ мән, яғни ешқандай пустой мән. Тағы қандай сұрақтар бар? Жоқ болса, давайте 1-2-ге көшейік. Так, 1-2-де бізде turtle деген, тасбақа деген модульмен таныстық. Солай ғой? Ол модульмен негізі біраз жұмыс жасаймыз біз. Келесі сабақта if-те қолданған жоқпын, бірақ циклда көп қолданамыз. Сосын арғап функцияда көп қолданамыз. Ақыраяғында біз ойын жасаймыз осы модульдің көмегімен. Яғни графикасы зат, сол графиканы біз өзгерту арқылы ойын жасауға болады. Потом барып біз Pygame-ге көшіп кетеміз, Pygame-ге. Давайте мына бір тапсырманы жасайық дейді. Тасбақаның көмегімен қабырғасы 300 болатын шаршы сызыңыздар. Алдымен тасбақаны қолдану үшін біз не істеуіміз керек? Turtle модулын импорттау керек. Модул деген бұл Python программа коды жазылған файл. Обычно мынандай файл ол. Turtle py деген. Біз Python'ды орнатқан кезде сіздер Windows'да Tkinter деген библиотеканы орнаттыңыздар. Tkinter деген как раз графикалық қолданушының интерфейсін сызатын библиотека. Яғни мынандай кнопка, окошко, осындайлар сызатын библиотека Tkinter деген. Сол библиотеканың ішінде осындай turtle py деген файл бар. Мынандай файл бар. Получается, py деп сақталатын файлдың бәрі модуль деп айтылады. Түсінесіздер ғой, Яғни модуль, мысалы мен қазір мынау demo.1 py деп құрдым ғой. Бұлында біз модуль деп айтуға болады. Python'да бір ерекшелік бар да, Python'да құрған программаны 3 терминмен айтуға болады. Программа деп айтуға болады, скрипт деп айтуға болады, и модуль деп айтуға болады. Обычно әртүрлі контекстте айтады. Егер қарапайым бір программа болатын болса, көлем үлкен емес, обычно скрипт деп айтылады. Егер программа күрделі, бір объем үлкен болатын болса, оны программа деп айтады. Түсінесіздер ғой? Үшіншісі, егер оның расширениясы py мен аяқталатын болса, онда оны модуль деп айтуға болады. Негізі py деген расширение негізі міндетті емес. Ол қай кезде міндетті болады? Ол модуль деп болу үшін міндетті болады. py модуль деген болу керек. Притом импорттаған кезде py-ді көрсетпеуіміз керек. Көріп тұрсыздар ғой, ашы бізге warning, яғни ескерту жасап тұр. py-ді жазба дейді. Себебі модуль деген онсыз да py мен аяқталу керек деп тұр. Так, осындай файл бізде Python'да орнатқан кезде өзінің библиотекасында тұр бізде, папканың ішінде. Python'да орнатқан жерді іздеп көрсеңіздер, turtle деген болу керек. Так, сол файлдың ішінде мен қазір басып тұрып кіріп көре алacağım. Ішіне кіріп көрдіңіздер ме? Мынау turtle модул мына. Turtle.py деп тұр. Яғни просто модуль деген түсіндіріп жатыр не екен. Обычный файл, Python кодында жазылған кәдімгі файл. Мынау ішіндегі несі? Код екен. Авторы жазылған мына. Яғни Tkinterде жазылған графикалық модуль дейді, Pythonға арналған. И мына жерде ішінде кодтары мына.
кәдімгі Python тілінде жазылған кодтар. Бірнеше функциялар құрылған, тағы басқа. Енді бұлар не үшін импорттаймыз? Получается, Python программасы қалай құрылады? Python программасы сондай осындай модульдарды біріктіреді екенбіз. Біз көптеген осындай модульдарды жазып тастаймыз да, потом сол модульдарды жинақтаймыз бір файлға. Мынау Turtle модульда көріп тұрсыздар, міне бірнеше функциялар құрылған. Функция деген жаңа қосалқы программа деп айтқан едім ғой, міне осындай функциялар құрылған. Демек, біз осы функцияларды пайдалана аламыз. Яғни біреу жасап қойды ғой бізге. Егер ол біздің есебімізді шығаруға көмектесетін болса, онда пайдалануға болады, проблема жоқ. Демек, біз оны пайдалану үшін импорттауымыз керек. Импорт деген бұл Python тіліндегі бұл сондай бір команда. Turtle не істейді? Импорттайды. На самом деле импорттау деген мағынасы, негізі модуль туралы түсінікті мен соңғы сабаққа қойдым. Және бізде орта деңгейге өте тереңдетіп өтеміз. Импорттау деген сөз Turtle модулын орындау деген сөз. Қазір мен Ctrl-Enter басатын болсам, Turtle'дағы ішіндегі файлды кодтардың бәрі кәдімгідей орындалады. Кәдімгідей программа қосылады. И Turtle'ның ішіндегі барлық функция бізге доступны болады. Яғни Turtle'ның ішіндегі функцияны біз пайдалана аламыз. Қараңыздар. Мен қазір импорттаймын. Потом, енді қараңыздар, Turtle деген модулдің ішіндегі мен жазу тәртібімді қараңдар. Алдымен біреу қосылды ма, или қосыламайды ма? Так, Turtle модулының ішіне кірсеңдер. Turtle модулының атын жазуымыз керек. И соның ішіндегі функциялар біз пайдалана аламыз, мысалы. Мұны қараңдар, бірнеше функциялардың бәрі тұр. Бұның барлығы жаңағы модулының ішінде тұр. Егер іздеп қарайтын болсаңдар, Turtle'ның ішіне кіріп, мына жерде мына функциялардың бәрі тұр. Мынау айнымалыларды, мынау функциялардың бәрін біз пайдалана аламыз. Мысалы, vec_d классының аты. Допустим, мен қазір іздеп көрейінші, vec_d дегенді. Қараңдар. Vec_d мұны шығып тұр, көрдіңіздер ғой? Яғни, бұның мағынасын түсініп тұрсыздар ғой. Turtle деген файлдың ішіндегі функцияны қолдану деген білдіреді. Демек, біз Turtle'ның ішіндегі Turtle деген функцияны пайдаланамыз. Бұл функцияның арнайы бір атауы бар. Конструктор функциялар деп атайды. Қысқаша конструкторлар деп атайды. Бұны біз объектіге бағытталған программалауда өтеміз. Конструктор деген не екенін. Негізгі, кәдімгі бұл обычный функция. Бірақ задачасы, яғни мақсаты объектіні құру, мәнді құру. Не осылай Turtle'ді құрсандар болады, немесе pen деген функцияны қолдансандар болады. Turtle'ді құрамыз, е? Енді қараңыздар, бұл функция не істейтін еді? Бір мәнді қайтарады ол. Кез келген функция естерінде болсын, бір мәнді қайтарады. Демек, біз ол мәнді сақтап қойымыз керек. Мысалы, A деген айнымалы сақтап қойайық. Енді ол қайтарған мәннің өзінің типі бар. Типі деген сөз түрі бар. Ол сан болуы мүмкін, нақты сан болуы мүмкін, жолдық мән болуы мүмкін. Біздің жағдайда бұл жерде Turtle деген арнайы мән құрылған. Python тілінде оны класс деп атайды. Арнайы класс құрылған. Давайте тексеріп көрейік. Орындап көреміз. На самом деле біздің құрған қазіргі объектіміз, жаңағы мәніміз осы. Қазір мен тексеріп көрейін. Type Turtle деген құрылды. Ол Turtle'дің мән жай үшін сан секілді емес, ол кәдімгі күрделі нәрсе екен. Бізде мынандай бір тақта құрып берді. Так, давайте енді A деген біз айнымалыны құрып алдық. Ол айнымалының ішінде бізде бір мән бар. Python'да негізі объект деп сөйлейді. Бір объект бар. Ол объекттің типі Turtle.
Демек, ол объектіні біз енді басқара аламыз. Объекттің ішінде бір дайын функциялар болады. Объекттің ішінде бір айнымалылар болады. Оны тереңірек түсіну үшін біз кейінгі сабақтарда объектіге бағытталған программалау деген бар. Сол жерде түсінетін шығармыз толық. Әзір просто ішінде функция бар деп түсініңіздер. Мысалы, қараңыздар, мен экран кішірейтейін, чтобы параллельно көрініп тұру үшін. Қараңыздар, А деген айнымалының ішінде бізде енді бірнеше айнымалылар немесе функциялар болады. Көріп тұрсыздар ғой, back, backward, begin, fill. Яғни бұл жай integer секілді айнымалылардан бір ерекшелігі бар. Бұлар сондай бір күрделі айнымалылар. Яғни мысалы integer бір ғана санды сақтайды ғой. Ал мынандай объектілер санды да сақтайды, еще өзінің функциясы да болады. Сондай бір функцияның бірі мына forward, алға жылжу деген білдіреді. Біздің бірінші тапсырма не еді? Қабырғасы 300 болатын шаршы сызу. Не істейміз? Алға жылжытамыз. Мен алға жылжыды. Енді оны бұрамыз. Мен қазір бөлек-бөлек жасап жатырмын, кейіннен бәрін біріктіріп жасау болады. Солға қарап бұру, left немесе right деген екі функция бар, бұратын. Градусын беруіміз керек. Қанша градусқа бұрады? 90 градусқа бұрайық. Біздің стрелкамыз бұрылды. Кейін бұл стрелканы жасап тастау болады. Ары қарап тағы да не істейміз? Алға жылжы дейміз. Шаршы болғандықтан бізде қабырғасы бірдей, сол үшін 300. Тағы да не істейміз? Бұрамыз. Қанша? 90 градусқа. А бізде left. Бұрып қойдық қой. Forward. Алға. 300 тағы да пиксель. Тағы да не істейміз? Тағы да солға бұрамыз. Left. 90 градус. Бұрылды. Енді не істейміз? Тағы да алға жылжимыз. 300 пиксель. Бұлай шаршы сыздық. Енді осының бәрін бір жерге, бір ұяшыққа сызып шығайық. Бөлек-бөлек емес. Бұл үшін біз не істеуіміз керек? Clear немесе reset деген арнайы функциясы бар. Бұларда функция деген көбінесе метод деп атайды. Resetті бассақ, бізде қайтадан бәрі обнуляция етеді. Бастапқы күйге қайтып келеді. Давайте бастан жазып шығайық. A forward 300. И бәрін бір ұяшыққа жазып шығайық. Left 90. Қайтадан forward 300 жылжимыз. Қайтадан естейміз. Left 90. Тағы да не істейміз? Алға жылжимыз. 300. Қайтадан 90. Төтірек бұрдық па? И forward. Байқасаңыздар, біз бір командалар қайта жазып жатырмыз. Forward, left. Қайталанып жатыр. Әзірге біз осылай қайталауға тура келеді. Кейін циклді өткен кезде біз бұлай қайталамаймыз. Цикл қайталау амалын көрсетеді. Біз сонда бір-екі команды жазу арқылы осы екі команданы қайта-қайта қайталау циклдің көмегімен жүзеге асырамыз. Әзірге осылай бірнеше рет қайталауға тура келеді. Давайте Ctrl-Enter басайық. И біздің тасбақамыз сызып шықты. Сіздерде шықты ма осы есеп? Тапсырма?
Я шықты ағай. Шықты ғой, иә? Все онда. Давайте мен бастап қалпына келтірейін қайтадан. Так. Кірамай айтқанда жоқ па? Так, енді үшбұрыш сызамыз дейді, қараңдар. Үшбұрыш деген сөз любой жерді сызуға болады, иә? Кез келген бір координатадан бере салайық. Сыза береді бұлай. Бұны форвардтың көмегімен сызуға болады. Алға жылжимыз, потом белгілі бір бұрышқа бұрамыз, жылжимыз. Немесе go to деген функцияны пайдалануға болады. Давайте go to пайдаланып көрейік. Бізде қазір 0-ден 0 деген координатада тұр. 0-ден 0-ден бастасақ та болады, немесе кез келген бір точкаға апарып, сол жақтан бастасақ та болады. Давайте 0-ден 0-де тұра берсін. Go to, яғни қай жаққа барамыз, көрсету керекпіз. Бұл жерде қараңыздар, жақша беру арқылы беруіміз керек. Яғни x, y координатасын береміз. Давайте x 0 болсын, y-гі, или керісінше x 300 болсын, y-гі 0 болсын. Go to. Жылжып көрейік. Қазір жеке-жеке жасап көрейік. 0-де 300-ге жылжыды. Енді жоғары қарап шығайық. Примерно мына точкаға барайық. A, go to. Кез келген бір координаттан бере салайық. Так, мынаның ортасы примерно қанша болады? 150 бола ма? И мына жақ 300 бола қойсын. Яғни x бізде 150 болсын, y бізде 300 болсын. Мына жаққа жылжыды міне. И go to қайқа барамыз? Қайтадан 0-0-ге барамыз. 0, 0. Үшбұрыш сызды. Давайте бұның бәрін бір ұяшыққа сызып шығайық, бұлай бөлек емес. Қайтадан не істейміз? Reset, обнуляция етіп аламыз. И мына жерге сызып шығайық. A, go to. 0-де 300. Керісінше. Біріншісі x координатасы беріледі. 300-ден 0. Так, менде подсказка жоқ тастап жатыр қайта. Одан кейін go to. 150-де 300 деп бердім. Сіздер кез келген мәнді бере берсеңіздер болады. Go to. И қайтадан 0-ге 0-ге кел дейміз. И бізге сызып берді. Сіздерде шықты ма бұл есеп? Проблема туған жоқ па? Я шықты ағай. Окей, жақсы. Так, үшінші. Жоқ. Давайте үшінші, бізде параллель сызықтарды сызу керек. Так, бірінші былай істей алайық. Белгілі бір форвард жіберейік алға. Мысалы 300 деп жібере салайық. Потом қаламды көтереміз да, төмен түсеміз. И содан қайтадан 300 сызамыз. Пусть forward алға жылжимыз. 300 пиксель алға жылжимыз. Потом қаламды көтереміз. Up деген функция қаламды көтереді. Потом go to-дің көмегімен не істейміз? Қаламды белгілі бір координатаға алып келеміз. Жоғары жаққа немесе төменге қарап. Мысалы минус, давайте 50-де, вернее 0-де, минус 50-ге түсейік. Сөйтеміз де қаламды қайтадан төмен түсіреміз. Down.
Потом қайтадан не істейміз? Алға жылжы дейміз. Жылжыған кезде ол не істейді? Сызықты сызып шығады. Көрейік орындап. Вроде параллельный сызық сызды міне. Так, тапсырма осы үшеуі болатын. Turtle модулына қатысты сұрақтарыңыз бар ма? Или осы тапсырма орындау барысында бір сұрақтар туындады ма? Жоғай түсінікті бәрі. Жақсы ма? Сұрақ туындаса айтыңыздар, мен түсіндіруге дайынмын. Так, Алмагүл қосылмады ма? Қайтып шығып кетті? Жақсы. Так, келесі бізде үшінші практиканы көрейік. Қандай тапсырма бар еді? Значит, 4 тапсырма берілген екен, давайте. Бірінші тапсырманы көрейік міне. Бірінші есепте 5 және 6 сынып оқушылары саябаққа алма жинауға барды. 5 сынып оқушылары N килограмм алма жинады, 6 сынып оқушылары S килограмм алма кем жинады. Екі сыныптың жинаған алмасы қанша килограмм болды? Қараңыздар, бізге екі мәліметті енгізу керек. Біріншісі N-ді енгізу керек. Бұл жерде нақты сан немесе бүтін сан ешнәрсе айтылмаған. Давайте бүтін сан деп қарастырайық. Сондықтан біз не істеу керекпіз? Input функциясын енгізген ақпаратты бүтін санға айналдыру керекпіз. Так, подсказка ретінде n-ді енгіз деп шығарайық. Просто қысқаша n деп жазып қоя салайық. Немесе n деп қояйық. Екінші енгізу керек мәлімет бұл бізде S. Яғни қанша килограмм аз жинаған екендігін көрсетеді. Бұны да біз не істейміз? Қолданушыға енгізуді сұраймыз. Так, все, n мен S негіздейміз, енгіздік осылай. Қазір біз программаны орындасақ, бізде не істейді? Input функциясы бір ақпаратты енгізуді сұрайды. Ол функция болғандықтан не істейді? Ол біздің енгізген ақпаратты оқып, бізге қайтарып береді. Integer сол ақпаратты бүтін санға айналдырып береді. Бұдан шыққан, яғни мұнан бәрі өрнек бізде. Бұдан шыққан мәннің бәрін біз не істейміз? N-ға сақтаймыз. Мына жерде тура сондай S-ға сақтаймыз. Енді арқап есептің логикасына келеміз. Есептің логикасы не дейді? Бізге общий алмалар барлық алманың саны қанша болды дейді. Давайте сум деген бір айнымалы анықтайық. Яғни мына жаққа біз қазір есептейміз, и шыққан нәтижені сум деген айнымалыға меншіктейміз. Или былай бірінші есептей көрейік, сосын барып айнымалыға меншіктейік. Қараңыздар. 5-ші сынып N килограмм жинаған болса, 6-шы сынып одан не істеді? S килограмм аз жинады. Кем жинады. Мұна өрнек барлық уақытта ықшамдалады, есептеледі, және бұның нәтижесін басқа айнымалыға сақтауға болады. Потом ол айнымалының мәнін біз не істеуге болады? Сум деп экранға шығаруға болады. Енді экранға более түсінікті шығу үшін, давайте біз қосымша ақпарат қосып шығарайық. Бұлай да шығаруға болады. Немесе мынау принтті жазбай-ақ біз былай істеуге де болады. Бұлай да шығаруға болады. Себебі print функциясына біз аргумент берген кезде не істейді? Мына аргумент алдымен бірінші есептеліп алады. Өрнек постоянно бірінші есептеліп алады. Сосын барып не істейді? Printқа беріледі. Сондықтан бұл да проблема емес, бұл да есеп шығарылады. Негізі бұлай ықшамдай берудің керегі жоқ. Себебі программа коды түсініксіздеу болып қалады.
түсініксіздеу деген сөз, яғни басқа программисттер оқығысы келсе кодыңызды түсінбей қалуы мүмкін. Программаны қостық, қараңыздар. Мына жерде бір секундтар кетіп жатыр. На самом деле қазір программа жұмыс істеп тұр. И менен мына жерде бір сан сұрап тұр. Input функциясы программаның орындалуын блокировка жасап тастайды. Яғни ол санды енгізбейінше ол тоқтап тұра береді. Сол үшін не істеу керек? Мен функция бір мәнді енгізу керекпін. n10 деп шығып тұр. Мысалы 12 дейін. 12 килограмм жинады. 5-ші сынып оқушылары. 6-шы сынып оқушылары одан 3 килограмм аз жинаған болсын. Сонда барлығы 21 килограмм жинапты. Давайте осы кодты мен көшіріп алайын да, обычный файлда орындап көрейік. Кәдімгі традиционный кодта. Программаны сақтаймыз. Мына жерде run python файл деген бар. Жібереміз. n деген санды сұрап тұр. Мысалы 15 килограмм. 5 килограмм аз жинады 6-шы сынып оқушысы. Демек, барлығы 25 килограмм жинады. Осылайда орындауға болады. Так, қайтадан бірде 3-ке кеттік. Бірінші есеп түсінікті ғой, Түсінікті. давайте бұл қарапайым. Екінші есепте оңай есеп. Кабинеттің периметрі мен ауданын табыңдар дейді. Кабинет бізде 4 бұрышты деп қарастырайық. Демек, 2 айнымалыны енгізу керек біз. Давайте бұл жерде біз float пайдаланайық. Int емес. Нақты сан. A-ны енгіз деп тұр. Және бұл да нақты сан болсын. B қабырғасының ұзындығын енгізу керек тұр. Ауданын табу үшін, периметрін табу үшін екі қабырғасын қосамыз. 2-ке көбейтейік. Шыққан нәтижесін P деген айнымалыға сақтайық. Тура сондай ауданын табу үшін де A мен B-ны көбейтесіздер. Шыққан нәтижесін S-қа сақтайсыздар. Енді экранға оформлять етіп шығаруымыз керек. Кабинеттің периметрі қазір біз бұлай P деп жазасақ, не болады? Проблема болады. Метрге тең. Проблема неде болады? Мына жерде болады, Сол үшін істеуіміз керек, біз бұны түрлендіру керек. Бұлай жазып кету керек. Келесі. Кабинеттің ауданы str плюс метрге тең. Орындаймыз. Мысалы 15 болсын и 2-де 2,5 болсын. Кабинеттің периметрі 35-те 0 метрге тең, ауданы 37-те 5 дейді. Пример осылай шығады. Так, сұрақ болса қойсаңыздар болады.
Енді келесі радиусы белгілі шеңбердің ұзындығы мен ауданын анықтау керек. Бұл да давайте floatпен есептейік, себебі input радиус тең ұзындығы бізде 2 көбейту пи r деген. Енді пиді құруға болады мына жерде айнымалы түрде. 3-те 14, 15 деп. Немесе maths деген модул бар. Maths деген модулдың ішінде пи деген айнымалы бар. Соны пайдалансаңдар болады. Пи. Көбейту r. Ауданы тең болады пи көбейту r квадрат. Мына жердегі квадраттың приоритеті жоғарырақ, сол үшін ол бірінші есептеледі. Сосын бар көбейту болады. Print L тең болады. L деп бересілайық. Print ауданы тең болады. S деп бересілайық. Есептейміз. Радиусы 5-ке тең болса, бізде мынандай сандар шығады екен. Мынау қазір бізде ұзын сан шықты. Бұны біз қысқартуға болады. Формат деген нәрсе бар. Форматтап шығару. Бұлай жазып көрсетеймін. Формат. Именно оны да былай істеймін. Формат. Қазір енгізсек тура осы жауап шығады, айтамын. Тура сол жауап шықты. Енді маған тек қана 2 нүктені ғана шығару керек. Мен процент белгісін ұмытып кетіппін. Бізде кейінгі басқа форматты қолданады, негізі. Старый форматты пайдаланып отырмын. Пример осылай шығады. Қазірге бұл форматты мен отдельно тоқталамын. String деген нәрсе тақырып өткен кезде жолдық мәнді. Сол кезде тағы тоқталамын. Әзірге осылай пайдалана берсеңіздер болады. Просто қосымша ақпарат бердім. Қазірге білу міндетті емес. Мына жердегі мағынасы не? Қысқаша түсіндірейін. 0 деген 0-ші аргумент. Бізде форматта мына жерде бірнеше аргумент беруге болады, мысалы. Бұлай беріп кете беруге болады. Просто мына жерге шығарғыларыңыз келсе, допустим, тағы бір мәлімет шығарғыларыңыз келсе, уже 1 деп бересіз. Ол 3 деп көрсетеді. Мысалы, допустим, 4 деп берсеңіз, ол 0, 1, 2, 3, 4 мысалы, мынаны шығарады. Сондай мағына береді. Мынау арғырап форматты арғырап дамыту деген білдір, кеңейту. F деген нақты сандарды шығаратын формат. Просто нүктеден кейін 2 санды ғана шығар деген мағынаны береді.
Так, формула түсінікті. Давайте формула жазып шығайық. 1/7 көбейту А-ның 3 дәрежесі көбейту Б минус 2 көбейту А көбейту Б 2 дәрежесі көбейту А плюс Б. Мынау негізі дұрыс жазылды, бірақ бұлай жазған негізі өте қолайсыз, иә? Лучше жақшаны пайдаланған дұрыс болады. Түсініктірек болады. Программа кодын міндетті түрде бір түсінікті қылып жазыңыздар, шатаспайсыздар. Лучше осылай жазған түсініктірек. Мен әдейі пробел қойып жатырмын, байқасаңыздар. Себебі ол түсініктірек. Қажет болса, мынаны да жақшаға алыңыздар. Яғни біз қолмен жазған кезде біздің почеркімізді қараймыз ғой. Тура сол секілді нәрсе ғой бұл да. Мен А мен Б-ға бір кез келген сан бере салайын. 2 Б тең 5. Экранға не істеу керек? D-ны шығарсын. Print D тең D. Вроде мынандай жауап шықты. Тексеріп көре салу керек. Так, 5-ші есепке көшейік. Бізде қанша есеп? 10 есеп екен. Так, 3 жігіт балық аулауға барады екен. Айдын Санжар Асқар. Сәйкесінше К, Л, М болатын балықтар аулайды. Енді барлығы тең бөліп алатын болса, оларға неше балықтан тиеді, ал неше балық қалып қалады. Бұл жерде бүтін санды бөлу деген амалға байланысты болып тұр. Қараңыздар. Біз не істеуіміз керекпіз? 3 сан енгізу керекпіз. Егер сұрақ туындап жатса, сразу қойыңыздар. Егер сұрақ болмаса, мен түсінікті деп ойлаймын. М тең, давайте мен 3-еу қосты. Енді біз не істеу керекпіз? 3-еуін қосуымыз керек. 3-еу қосылды. Енді тең бөлу деген сөз, бұларды 3-ке бүтін санды бөлу болады. Мынау тең бөлу міне. Ал қалдығы деген сөз, қандай слайд? Модулға бөлу. Сонда жауап бізде не болады? Тиетін бөлігі, яғни теңдей тиетін бөлігі. Дұрыс емес жазған сияқты. Қалатыны Q. 3 балық ауласын, 6 балық ауласын, 5 балық ауласын. Яғни теңдей 4-4-4-тен тиеді екен, 2 балық қалып қалады екен. Яғни задачаның мақсаты бізде мынау 2 амалды қолданып үйрену. Мына жерде бүтін санды бөлу. Мынау қалдығын табу деп айтамыз. Негізі дұрыс емес, қалдығын таппайды бұл. Просто модул қалу деп айтады негіз. Просто 10 сандарда ол қалдыққа тең болады. А теріс сандарда ол қалдыққа тең болмайды. Так, сұрақ болса, қоя беріңіздер, түсініксіз болса. Так, n саны берілген, қараңыздар. 3 таңбалы n сан берілген дейді. Осы санның бірінші және соңғы цифрлардың қосындысын экранға шығар дейді. Ал мен андай бір эксперимент жасайық, қараңыздар. Бізде бір 3 таңбалы сан болсын. Мысалы 234. Егер осыны біз 10-ға бөлетін болсақ, модул қалатын болсақ, қалдығы бізде 4 шығады.
Көріп тұрсыздар, соңғы цифр шықты. А егер біз қазір бұл санды 234-ті жай бүтін 10-ға бөлетін болсақ, бізде 23 шығады. А егер біз 100-ге бөлетін болсақ, 2 шықты. Получается, бізде 3 таңбалы сан белгілі, уже таңбасын, цифрның саны белгілі. Демек, біз не істеу керекпіз? 100-ге и 10-ға бөлу керекпіз. Яғни бірінші цифр бізде неге тең? N деген санды аламыз да 100-ге бөлеміз. Ал соңғы цифр неге тең? 10-ға бөлеміз. Кешіріңіз ағай, кез келген санның соңғы цифрын табу үшін 10-ға бөлеміз сонда қалдығы. Я кез келген санды қалдыққа бөлсеңдер, соңғы цифр шығып отырады. Мына кез келген бір цифрды алайық, мынандай. 10-ға бөліңдер, 4 шығады қазір. Мысалы қазір, допустим, мынандай санды алайық, 10-ға бөлейік, 2 шығады. Ал енді алдыңғы цифрны алу үшін уже цифрдің санын білу керекпіз. Мысалы, 1230 қанша болып тұр, 2 болып тұр ма? Жай 10-ға бөлсек, 123 шығады. Енді оны 100-ге бөлсек, 12 шығады. Бірінші цифрды алғымыз келсе, значит, не істеу керекпіз? 1000-ға бөлу керек болып тұр. Бірлігі шығып тұр, мыңдығы шығып тұр, вернее. Бірлігі, ондығы, жүздігі, мыңдығы. Мынау 100-дігі шығып тұрмын. Получается, біз алдыңғы бірінші цифрды алғымыз келсе, санның өз қанша цифрдан тұратынын білу керек біз. Бізде енді есептің шартында қарасаңдар, 10 алат тұр да, міне 3 таңбалы сан деп айтып тұр. Әдейі сол жеңіл болу үшін істеп тұр. Ал кейін циклды өткен кезде біз уже алдын ала есептеп аламыз. Қанша цифрдан тұратынын есептеуге болады. Сондай мүмкіндігіміз бар. Сол себепті мынау есептің жауабы болады. Не істейміз? Экранға шығайық онда. Біз несін табу керек? Суммасын табу керек деді ғой. Бірінші және соңғы цифрларын қосындысын экранға шығарамыз. Все, бұмен несін шығара саламыз? Бұмен несін қосып шығара саламыз. 3 таңбалы сан 452 болсын, 2 мен 4-ті қосып шығару керек. Жауап бізде 6 шығатын. Алмас, сіз бір қосылы бір сынағыңыз. Так, алма қайтадан шығып кетті. Асан түсінікті ма? Түсінікті. Негізі шыққан беді бұл есеп? Шыққан. Ағай, кейін осы сабақтың записін қалай көруге болады? Неге ютубқа салып жатырмын ғой? Жаңа плейлистқа. Зумдікі ма? Зумдікінде соңға сап қоямын, Өткен сабақтың сап қойдым, бұнкіне сап қоямын. Так, бізде мынандай ғой, қараңыздар жігіттер. Мен қазір тек есепке арнап жатырмын да, бүкіл уақытымда. Мысалы, қазір екінші сабақта да уже беріп тастадым сіздерге. Сіздер оны үйде не істейсіздер, тағы да қарайсыздар өздеріңіз, жаңағы видеоны қарайсыздар, теориясын қарайсыздар, есепті өз бетіңізде шығарып көресіздер. И келесі онлайн сабақта біз сол есептерді шығарамыз, и сіздер түсінбеген сұрақтарды қайтадан қарастырамыз. Себебі видеода қайталаған нәрсені мен қайтадан түсіндірудің керегі жоқ деп санаймын. Солай түсінікті ма? Солай дұрыс. Үй тапсырмасын шықпаған. Сіздер үй тапсырмасын мен сіздерге жаңағы практикалық сабақ деп видео жасадым, и плюс теориялық сабақ деп тоже видео жасадым. Сіздер соны асықпай қараңыздар. Постарайтесь түсінуге. Сұрақты телеграмға жаза берсеңіздер болады, егер сразу сол жерде түсінбей қалсаңыздар. Потом келесі онлайн сабақта біз сол жердегі 30 бір нәрсе есеп берілген, там 33 есеп па, 36 есеп па сондай. Біз сол 36 есепті не істеу керекпіз? Шығаруымыз керек. Мен сіздерге осылай онлайн шығарам, сіздер өздеріңіз шығарған жауаптарыңызбен салыстырасыздар. Мен мынау видео записьтерім бәрін тоже ютубқа салып тастаймын.
жаңағы плейлистқа. То есть кейіннен тағы қарап көре бересіздер да. И сұрақтарыңызды бір жерге жазып қойыңыздар. Осындай онлайн сабақта сразу қоясыздар. И мен түсіндіремін. Давайте келесі есепті көрейік. Жетінші есепте тура алдыңғы есеппен бірдей. Үш таңбалы бүтін санды енгіземіз. Сол санның цифрларын қосындысын табады екенбіз. Қараңыздар, бір санды енгізейік. Бүтін сан деп тұр, сол үшін input дейміз. И давайте эксперимент жасап көрейік тағы да. Мысалы, бір сан, үш таңбалы сан дейді. 456 болсын. Давайте қалдық 10-ға бөлсек не шығады? 6 шығады. Соңғы цифрны уже бөліп алдық. Получается, бүйтіп мынандай бір айнымалыға сақтап қоюға болады да. S1 деп сақтай салайыншы. Получается, S1 бізде неге тең енді? 6-ға тең. Тағы да эксперимент жасап көрейік. 456-ны тағы да бұлай 10-ға бөліп көрейін. Бізде 45 шығу керек. Давайте мен бұны тоже айнымалыға сақтап қояйын. Мысалы, S2 деп сақтап қояйын. S2 бізде 45 болып тұр. Енді қараңыздар, мен S2-ні қайтадан 10-ға бөлем. 5 шықты, көріңіздер ғой. И мен бұны қайда бір айнымалыға сақтап қояйын. Менге шатасу болатын шығар, S1, S3 деп жазып кеттім. S3. Енді қараңыздар, S2-де бізде не бар еді? 45. S2-ні қайтадан мен 10-ға бөлейін. Және оны мен S4-ке сақтайын. Қазір шатасу болды, мен қайтадан жасап шығамын. S4 4-ке тең. Получается, бізде 4 деген сан бар. Давайте экранға шығарып көрейік. Бізде S1 бар, S2 бар, S3 бар, S4 бар. 6, 45, 5, 4. Біздің алғаш енгізген санымыз 456 тұғымы. 4 бар, 5 бар, 6 бар. Получается, S1 керек, S2 керек, S3 керек, S4 керек. Негізгі идеясы түсінікті ғой? 10-ға бүтін санды бөлу арқылы немесе қалдығын табу арқылы табуға болады екен. Демек, мына жерде соны шығарайық. Қараңыздар. Санның бірінші цифры А. Бірінші цифрды мен S1 деп сақтайын. А-ны не істеймін? Бірінші цифр болғаннан керісінше соңғы цифр ғой. S1-де сондай бар. Енді қараңдар, А-ны мен не істеуім керек? Қысқартуым керек. То есть 456 болса 45 қылу керекпін. 6-ны алып тастау керек. Және мен тағы бір айнымалы құрмай-ақ, А-ға қайтадан меншіктей салайын. То есть А бізде 456 тұғым, 10-ға бөлеміз, 45 шығады. И қайтадан А-ға сақтасақ, А енді 45-ке тең болады. Екінші цифр бізде сонда қаншаға тең? 45-ті қайтадан 10-ға бөлем. То есть мына екінші круг уже. S2-де 5 шығады мысалы. Мен қайтадан мынаны қайталаймын. 45-ті қайтадан 10-ға бөлем, 4 қалады. Мына жерде S3 деп жазбай қойсақ та болады. Бірақ мен жаза салайын. А 10-ға тең. А тең А бөлінген 10 десек, А бізде 0-ге тең болады. Мына екеуін артық жазбақ қойсақ та болады. Так, енді санның цифрын табу керек. Санның суммасы бізде не? S1 қосу S2 қосу S3. Print давай тексеріп көрейік. Сосын разборка жасаймыз. 456 болса 15 шықты. Дұрыс, тағы бір тестіне өткізейік. 123 6
Вроде дұрыс. Сұрақтарыңыз бар ма? Түсінікті ма барлығы? Сұрақ жоқ. Окей. Кеттік онда келесі тапсырмаға. Қараңдар, 3 таңбалы бүтін сан тура бұл да соған ұқсайды. Жүздік пен ондықтың орнын алмастырамыз. Мысалы бізде, допустим, 234 деген 3 таңбалы сан. Мынау бізде жүздік, мынау бізде ондық. Екеуін алмастырып, нәтижесінде бізде не болу керек? 324 деген сан шығу керек. То есть 234 деп енгізсек, 324 шығу керек. Мысалы 123 деп енгізсек, бізде 213 деген шығу керек. Қараңыздар, бізді есепті жеңілдетіп тұрған шарт бар. 3 таңбалы бүтін сан деп бізді шартта енгізіп тұрды. И содан бізде көп нәрсе жеңілдейді. Кезілген сан емес. Кезілген санды енгізетін болсақ, ол кезде біз қанша ондық, қанша жүздік бар екен білмейміз. Мыңдық бар ма, 10 мыңдық бар ма? Сол үшін біз нақты бір санға бөле алмаймыз. Ол үшін бізге цикл қажет болады. Цикл арқылы біз не істей аламыз? Қанша цифрдан тұратын санай аламыз. Давайте 3 таңбалы сан деп тұр. Енгізейік. А10 деп енгіздік. Енді бізге не істеу керек? Ондықтағы и жүздіктегі сандарды бөліп алу керек. Давайте ондықты бөліп алайық. Мысалы, мына ондық. Ондық сан. Аны аламыз да 10-ға бөлеміз. Бізде алдыңғы 2 цифр шығады, естерінде ма? Мысалы, 123-ті біз 10-ға бөлсек қанша шығады? 12 шығады. Сөйтіп, олы шыққан санды қайтадан қалдыққа бөлеміз. То есть, мынандай болып тұр ғой міне. 123-ті 10-ға бөлдік, одан шыққан санды қалдыққа бөлдік. 2 шығып тұр міне. Ондықты алдық. Солай ғой? Жүздікті алу үшін просто аны 100-ге бөле салайық. Мысалы, 123-ті 100-ге бөлсек 1 шығып тұр міне. То есть, ондық, жүздік бізде пайда болды. Еще бізге не керек болады? Бірлік керек болады. Себебі біз цифрды не істеуіміз керек? Қайтадан құрастыруымыз керек қой. Бірлікті табу үшін біз 10-ға бөле саламыз. Енді цифрларды қайтадан құрастыруымыз керек. Бізде қарасаңыздар сандар позициялық санау жүйесі, әрқайсы санның позициясы бар. Мысалы 123 деген сөз 3 бірлікте, 2 ондықта, 1 жүздікте тұр деген сөз. Оны былай жазыламыз да, міне 1 көбейту 100, қосу 2 көбейту 10, қосу 3 көбейту 1 деп. Мынау бірлікті білдіреді. Мынау ондықты білдіреді. Мынау жүздікті білдіреді. Получается, бізде мынау цифрлар бар. Ондық, бірлік, жүздік деген айнымалыға сақтап қойдық. Единственное, бізде манипуляция жасайтын нәрсе мынау 100-ге, 10-ға, 1-ге көбейтуді ауыстырсақ болды. Түсінікті? Мынаған қарап істейміз, қараңдар. Бізде бірлік пен ондық пен жүздікті ауыстыру керек, солай ғой? Демек, біздің санымыз тең болады. Ондықты не істейміз? 100-ге көбейтеміз. Ал жүздікті 10-ға көбейтеміз. Ал бірлікті ешнәрсе өзгертпейміз. 1-ге көбейтеміз болмаса. И экранға не істейміз? Санды шығарамыз. Давайте тексеріп көрейік.
123 бізде қанша болу керек еді? 213 болу керек тұғын. 213 шықты міне. Мысалы 562 болса 652 шығу керек. 652 шықты. Сұрақтарыңыз бар ма? Данияр, Асан, түсінікті ма? Түсінікті ағай. Мына қараңыздар, бастапқыда мынандай тұғымда, оригинал мынандай тұғым міне. Жүздік көбейту 100 тұғым плюс ондық көбейту 10 тұғым плюс бірлік тұғым. Біздің негізі оригинал осы тұғым. Біз просто не істедік? Ондық пен жүздікті алмастырып жібердік. Так, түсінікті шығар деп ойлаймын. Келесі 9-шы тапсырмаға көшейік. Қазір менде тағы шығып кетуі мүмкін, қайтадан қосыламыз, иә? Аяқтағанша 2 тапсырма қалды. Так, нақты санның бөлшек бөлігіндегі бірінші санды шығарыңыздар. Мысалы 23-тен 109 болса, 1 деген санды шығару керек. Қараңыздар, бұл жерде былай есептеуге болады. Давайте эксперимент жасап көрейік. 23-109-ды давайте 10-ға көбейтейік. 231-ден 0,9 шықты, я? Және осыны көбейтейік та, оны бүтін санға айналдырайық. 231 шықты. И соңғы цифрын алайық. 1 шықты. Демек, кодты былай жазамыз. N деген санды енгізейік. Кез келген сан болсын. N-ді не істейміз? 10-ға көбейтеміз. Потом оны бүтін санға айналдырып жібереміз. И бұдан шыққан санды 10-ға бөлеміз. И бізде мынақта не болады? Жауабы шығады. Жауап деген айнымалға сақтап қойайық. И біз print жауабын шығарайық. Программаны қосып көрейік. 23 бүтін, мысалы 45 болсын. Бізде 4 шығу керек. Давай мына жерде float екен ғой. 23 бүтін 45 болсын. 4 шықты. 456 бүтін 12-45 болсын. 1 шығу керек. 1 шықты. Вроде дұрыс жауап шықты. Идея түсінікті ғой, 10-ға көбейту арқылы нүктені жылжытып жібердік. Потом оны бүтін санға айналдырып жібердік. И потом не істедік? Қалдығын таптық. Так, келесі тапсырма 10-шы, соңғы тапсырма. 3 таңбалы бүтін сан берілген. Санды 10 жақтан солға қарай оқығанда пайда болған санды берілген бүтін санға қосып шығарыңыз. Мысалы 125 болса, 521, 646. Жаңағы есепке ұқсайды ғой? Мына бір есепке ұқсайды. Давайте осыны көшіріп алайық. И осыны көшіріп өзгертейік. Міне санды енгіземіз. Санымыз бізде 3 таңбалы. Бірлігін тауып алайық, ондығын тауып алайық, жүздігін тауып алайық. Сөйтеміз де, мұна бізге керек емес, я? Сандарды теріс қарап шығарамыз. Яғни біз теріс қарап шығару деген сөз, бірлікті 100-ге көбейтеміз. Ондық өзгермеу керек. Ал жүздікті 1-ге көбейтеміз. Сөйтіп, біз бұл санды оригиналмен істеу керекпіз, қосу керекпіз. Оригинал бізде қандай? Я? Аның өзі. Тексеріп көрейік. 125-те енгізсек, бізде 646 шығу керек. Жауабы дұрыс.
Түсінікті ғой? Түсінікті. Вроде бірінші сабақты жігіттер осымен аяқтадық біз. Егер сұрақтарың болса қойыңыздар. Қазір может прямой эфирді қойып үлгермесеңіздер, телеграмма қоя берсеңіздер болады. Негізі әрбір сабаққа сіздер дайындалып келіңіздер, сұрақтарды жазып. Потому что сіздер онлайнда отқан кезде ұмытып қалуы мүмкінсіздер. Бір жерге жазып қойыңыздар, қандай сұрақ туындады. Соны қоясыздар. Сіздер сұрақ қойсаңыздар, мен жауап беруге тырысамын. Так, енді келесі сабақта бізде сіздерге доступ беріліп қойды. Бізде lesson 2 шартты операторлар. Шартты операторлар. Мына жерде барлығы жазылған. Практикалық сабақта, теориялық сабақта барлығы бар. Оқыңыздар. Бұл жерде өте көп есеп берілген. Тапсырмалар берілген. Осы тапсырмаларды бастарайтыз өздеріңіз шығаруға. Келесі сабақта біз осы онлайн сабақта осы тапсырма бәрін осылай шығарамыз. Тағы қайталап өтем, сұрақтарыңыз болса, алдын ала дайындап, жазып қойыңыздар. Сол тиімді болады, ұмытып қалмайсыздар. Соңғы сәл есептер сәл күрделірек.